Әйелінің орнына түрмеге түскен еркек. Жасы 30-ға таяған ұлы Сәрсеннің әлі күнге үйленбей жүргені Молдабектің жанын жеп барады. Әке, менің сүйген қызым тұрмысқа шығып кетті. Мен енді ешқашан үйленбеймін, деп осыдан 5-6 жыл бұрын айтып еді. Сол уақыттан бері қыздарды қолғапша ауыстырып, өзі жеңіл жүріске әуес болып алған. Жұмысында мардымсыз істеп 2 мекемеден қуылды. Желөкпелерге қосылып алып, не істеп жүргенін бір Құдай білсін. Ары-бері ойланған Молдабек жалғыз ұлы Сәрсенмен бүгін басқалай сөйлеспекші. Ал түнімен қаңғып келген ұлы тал түс болса да, өз бөлмесінде ұйқыны соғып жатыр. Сәрсен, тұр орныңнан. Сөйлесейік. Әке, білемін ғой не айтатыныңызды. Кейін басқа уақытта деп жастығын құшақтаған күйі ары қарай дөңбекшіген ұлын Молдабек нұқып қалды. Мен кімге айтып тұрмын? Тұр орныңнан. Әке қаһарынан әлі де сескенетін Сәрсен орнынан ыршып тұрды. Көзін уқалап, не айтасың дегендей әкесіне қарады. Жай сөзге түсінбейді екенсің. Ендеше былай етеміз. Сенің картаңа бүгіннен бастап ақша салмаймын. Фирмаға барып, бір тиын да менің рұқсатымсыз алмайсың. Анаңнан да ақша сұраушы болма. Мен айтқан жұмысты қаламасаң, өзің жұмыс тап. Бұл бірінші шартым. Ал екінші шартым, сен үйленуің керек. Өзің қыз таппадың ба, мен тауып беремін саған. Мен айтқан қызға үйленесің деді. Сәрсен әкесіне біраз ойлана қарап отырды да. Осы ма бар айтар сөзіңіз? Жарайды, сіз айтқандай-ақ болсын. Бүгін үйлен десеңіз, бүгін үйленейін. Маған тыныштық беріңіз енді деген ол осылай болашақ жарына оп-оңай таңдау жасай салды. Оның сөзіне таң қалған Молдабек естігенім рас па, өтірік пе дегендей сол істеп тұрып қалды да. Ертең дайындал. Ауылға барамыз. Әскерлес досым Қайырғалиды білесің ғой. Мыңғырған малы бар, ауданда аты дүрілдеп тұр. 2 қызы да бой жетіп қалғанын өзің білесің. Сол Қайырғалимен құда болғым келеді деді. Айтпақшы. Менің де бір шартым бар, шарт емес, өтініш дегенім ғой деген Сәрсен күмілжіп отырып қалды. Қандай шарт қоймақсың маған? Басыңда титтей ме болса, маған шарт қоюға қалай дәтің барады? Оқуыңды оқыттым, өзім қалаған жұмысқа кіргіздім. Үй әпердім, көлік мінгіздім, қалтаңа уыс-уыс ақша салып қойдым. Қане соның бәрі? Көкке ұшырдың ғой бәрін. Енді қай бетіңмен шарт қоймақсың маған? Деген Молдабектің аяқ астынан қан қысымы көтеріліп кетті. Әке, кеше мен. Маған біраз ақша керек. Қандай ақша? Қайда жұмсай бересің ақшаның бәрін? Мына баланы ай деген Молдабек әйелін шақырды. Мынау жүгірмек ажалымнан бұрын өлтірмесе болғаны. Сұраған ақшасын берші. Сосын дайындалыңдар, ертең Қайырғалидың үйіне барамыз деді. Арадан бірер ай өткенде Молдабектің шаңырағында ұлан асыр той өтті. Жалғыз ұл үйге келін түсірді. Бәрінің қуанышында шек жоқ. Тең-теңімен, тезек қабымен дегендей екі жақта дән риза. Қайырғалидың үлкен қызы Ажар әкесінің қалауымен ләм-мим демей Сәрсенге тұрмысқа шықты. Әрине, әкесі қызының құтты жерге барғанын қалайды. Сәрсеннің әкесі білдей бір фирманы басқарып отырған үлкен кәсіпкер. Ал Сәрсеннің өзі үйленсе адам болады ғой. Үлкендер жағы солай айтып жатыр. Ажар іштей қатты қиналса да, әке көңілін түсіргісі келмей, екі жақтың ақ батасын алды. Күндер өтіп жатты. Ұлының үйленгеніне, өзі қалаған жанмен құда болғанына Молдабек қуанып жүр. Ол тіпті ұлына сеніп өз фирмасына жұмысқа да алды. Сәрсеннің жарытып ештеңе істемейтінін білсе де, келін алдында беделін біраз көтеріп қойғысы келген болар. Әйтеуір жұмысқа бардым деген аты болмаса, Сәрсен күн өткізіп жүр. Ең бастысы үйленіп әкесі мен шешесінің ызыңынан құтылды. Бірақ шаңырақ көтердім деп жүрген ол жоқ. Ауылдың қызына үйленгеніне өкінуде. Айналасындағы достарының сөзіне еріп, Ажарды өзіне тең көрмейді. Бізді менсінбеуші едің. Таңдауың осы ма? Түкте талғамың жоқ екен деп мазақ еткен желөкпе жолдастарының да сөздері шамына тиіп барады. Жұмысқа кеттім деген Сәрсен күні бойы офисте қалғып мүлгіп отырады да, ымырт үйіріле бастағаннан үйге емес, өз тобырына асығады. Түнгі клуб пен қыз қырқыннан құшағы,
ащы судан аузы босамай, таң ата үйіне әрең сүйретіле жетеді. Алғашқы кезде үндемейтін Ажар бүгін күйеуінен жөн сұрады. Мұның не? Неге үйге қонбайсың? Деді. Жұмыс көп. Ерігіп жүр дейсің бе? Деген Сәрсен аяқ киімінде шешпей жатын бөлмеге өтіп кетті. Сәрсен, неге маған өтірік айтасың? Қайда жүргеніңді де білемін. Мен сенің әйеліңмін. Неге үйге қонбай жүрсің? Деді Ажар жыларман халде. Сөйлемеші маған. Басымды ауыртпа деп әрең сөйлеген ол әйелін көзіне де ілетін емес. Мен сенің әйеліңмін. Бұл жүрсің не сенің? Неге маған жауап бермейсің? Әкең сенің бұл жүрсіңді білмейді ғой. Мен оларға әзірше ештеңе айтып жатқан жоқпын. Сені үйде қонады, бәрі жақсы деп айтып жүрмін. Егер бұл жүрсіңді білсе, әкең ашуланады. Сәрсен, сен енді бойдақ емессің. Түу, сен де миымды жеп қойдың. Не дейсің маған? Басым ауырып тұр. Сәрсен, ауылдан әке шешем келеді. Келсе келеді де. Маған не дейсің? Сөздің шыны керек, мен әкемнің сөзін жерде қалдырмай саған тұрмысқа шығып едім. Әйтпесе. Не әйтпесе? Маған не өткізіп қойдың? Маған әйел болғаныңды міндет етесің бе? Саған үйленгеніме қуанбайсың ба қайта? Сені мынау түріңмен кім алады? Қасыма ертіп жүруге намыстанамын шынын айтсам. Не мынау жүрсің? Жолдастарыма көрсетуге ұяламын сені. Не киіп алғансың үстіңе? Бір халаттан басқа көйлегің жоқ па? Қолдарыңды қарашы, өмір бойы мал баққан қойшының қолы сияқты. Осы сен бетіңе бояу жағып көргенсің бе өзі? Сен енді ауылда тұрмайсың. Қаланың әйелдері сияқты өзіңе қарасайшы мені аңдығанша. Үйде отырып алып сен де бір. Қанымды ішіп біттің ғой. Деген Сәрсен ашы сөздерімен әйелін аямады. Ешкімнен мұндай ауыр сөздер естіп көрмеген Ажар тілін жұтып қойды. Үстіне біреу бір шелек мұзды төңкере салғандай есеңгіреп отырып қалды. Неге үндемей отырсың? Сөйлесейші. Тіліңді жұтып қойдың ба? Өкінемін саған үйленгеніме. Мен де әкемнің сөзін жерге тастамау үшін саған үйлендім. Сенің әке шешең қуансын қайта мендей күйеу бала тапқанына. Маған енді сөйлеуші болма. Қашан келемін, қашан кетемін өзім білемін деп қолын бір сілтеген Сәрсен киімін киіп үйден қайта шығып кетті. Күйеуі кеткен соң Ажар теңселе басып айна алдына келді. Расында да ол ауылдан ұзап шығып көрмеген. Қала өмірі қандай болатынын, қалалықтар қалай киінетінін ол білмейді. Мектепті бітірген соң қалада оқығысы келіп еді. Бірақ әкесі қарсы болып, сол ауылдағы бір тігінші апаның қолына дәріс алуға жіберген. Тігіншілікті үйреніп алып, ауданға келіп, өз кәсібін ашпақшы болып жүргенде, әкесінің бір ауыз сөзін жерде қалдырмай, тұрмысқа шықты да кетті. Ендігі отбасылық өмірде көріп жатқаны мынау. Айна алдында тұрса да, Ажардың ойынан күйеуінің айтқан сөздері кетер емес. Оның әрбір айтқан сөздері жүрегін аяусыз тілгілеп жатқандай. Әке, мен осы қалада өз кәсібімді ашамын. Маған уәде беріп едіңіз ғой, тігіншілікті оқысаң цех ашуға көмектесемін деп. Сол үшін де өзім қалаған жоғары оқу орнында оқи алмадым. Маған өз кәсібімді ашуға көмектесіңіз деді Ажар әкесі келгенде. Қайырғали қызымды құтты орнына қондырдым деп арқасын кеңге салып жүреді. Бірақ бүгін оның сынық жүзінен ақ жағдайдың мән жайын ұққандай. Біраз ойланып отырды да. Жарайды, қызым. Сен менің бір ауыз сөзімді ешқашан жерге тастаған емессің. Мен де сенің өтінішіңді орындайтын кез келген сияқты. Саған сенемін деген Қайырғали қызына көмек беруге уәде етті. Ажар әке шешесіне күйеуі екеуінің арасындағы жағдайды айтпады. Үйде құр отырғаннан не пайда? Қалада мүмкіндік жақсы екен. Жұмыс істеп көрейін дегеннен басқа ештеңе деген жоқ. Күндер өтіп жатты. Молдабекті бұл жалғаннан қан қысымы ерте үзіп алып кетті. Дүниеден озған оның фирмасындағы бар жұмысы жалғыз ұл Сәрсеннің қолына өткен. Ал әке дүниесіне ешқашан жанашырлықпен қарамаған ол, алғашқы кезде билікті өз қолына алып, дүниені алшаңынан басты. Фирманың бар қорын оңды-солды шашты. Келіншегін қуып шығып қаланың бір сылқымын үйіне кіргізіп алды.
Ал күйеуімен ажырасқан соң ажар танымастай өзгеріп шыға келді. Ол бар ойын жұмысқа арнады. Күнді күн демей, түнді түн демей жұмыс істеп, күйеуіне деген ыза кегін тек қауырт жұмыспен басып отырды. Жұмыспен өзін алдады. Бір жағынан өзіне тең көрмеген сәрсеннен кек алғысы келгендей ұйқысы да қашқан. 7 түнде жұрт ұйқыда жатқанда ол көз жасын бір сығып қойып, тігін машинкасында отыратын. Тынымсыз әрекеті күндер өте ажарды жетістікке сүйрей бастады. Болмысы мен мінезі, сырт келбеті де өзгерді. Шашын желкеден қиып, соңғы сән бойынша киінуді үйренді. Көлік жүргізуді меңгерді. Тапқан табысын кәсібіне құя берді. Нәтижеде көп уақыт өтпей, тігін цехымен қатар сән салонын да ашып алды. Міне, бүгінде ажар үлкен тірліктерді атқарып тастады. Тігін жұмысы бойынша бір мекемемен келісім шартқа отырып, ірі көлемде тапсырыс алды. Қол астында жұмыс істейтін 20 шақты қыз-келіншекке қосымша сыйақы беріп, оларды да қуантып қойған. Ал қаланың қақ ортасынан ашқан сән салоны да жақсы жұмыс істеп тұр. Тіпті келушілер кезекке тұрып, есік алдын құрғатпайды. Жұмысы жүріп, қалтасы қампайып жатқанмен, ажардың көңілі жұтаң. Өзіне әлдене жетпейтіндей алаңдайды да тұрады. Күндізгі қаланың қайнаған тірлігінен босап, кешке кең пәтеріне жеткенде жүрегі қысылатын болыпты. Жалғыздық. Жалғыздықтан ауыр ештеңе жоқ екен-ау. Рас, жолын торуылдайтын еркектер көп. Амының көңілі қаламайды. Әйтеуір бір күні жүрегі қалаған жан алдынан шығатындай елеңдейді де тұрады. Айна алдында өзіне ұзақ қараған ажар ар жақтан өзінің сұлу келбетіне қызыға қарауда. Адам өзгеремін десе, өз қолында екен-ау. Толқын шашы желкеге түскен, қасы көзі қиылып, бір сұлу келіншек қарайды өзіне. Түн ортасына дейін ары-бері дөңбекшіп, ұйқысын әрең шақырған ол түс көріпті. Түсінде Сәрсен мен оның әкесін көрді. Сәрсен мұның көлігінің дөңгелегін жуып жүр. Ал марқұм қайнатасы Молдабек көліктің ішінде отыр екен. Қоңыраулы сағаты оятып жіберген ажар біраз уақытқа дейін түсін неге жорғын білмей, төсегінен тұрғысы келмей, ойға шомып біраз жатты. Орнынан әрең тұрған ол киініп, жарты шыны кофесін ішті де жұмысқа асықты. Көлігін оталдырып, жұмысына бағытталды. Кешегі тапсырысты бүгін жоспарлау керек. Ажар ойға беріліп кетіпті. Жұмыс орнына жақындағаны сол екен, жол шетінен қараң етіп, біреу жүгіріп өте шықты. Добын қуалап, алдын кесіп өткен кішкене баланы кеш байқаған ажар дер кезінде көлігін тоқтатып үлгере алмады. Өмір ғой. Алда не күтіп тұрғанын ешкім де білмейді. Ажар дәл осындай жағдай болады деп ойлап па. Кезінде өзіне қорлық көрсетіп, үйінен қуып шыққан күйеуі Сәрсен енді ерлік жасап, мұның өмірін аман алып қалатынын біліп пе. Көлігін әрең тоқтатқан ол не болғанын түсінбей қалды. Мең-зең күйде қалшылдап, жан-жағына қарауға батылы бармай, орнында қатқанда қалған. Қорыққаннан есін жоғалтты. Есін әрең жиғанда өзінің көлік артында отырғанын, ал көліктің тізгінінде қайдан түскені белгісіз, Сәрсеннің жайғасқанын байқады. Не болды? Сен қайдан келдің деуге ғана шамасы келді ажардың. Ал өмірінде көп қателік жіберген Сәрсеннің ақылы кешкірген еді. Ажардың алдында орны толмас үлкен қателіктер жібергенін де біледі. Кешірім сұрап, талай рет келгісі келген. Күнде жолын торуылдап, ізінен жүріп, үйіне дейін шығарып салып отырды. Таңертең жолын тосып, жұмысының айналасында торуылдап жүргені. Талай рет ажардың аяғына жығылып, кешірім сұрағысы келген. Бірақ батылы барған емес. Бүгінде ол ажардың жұмысының алдында ешкімнің көзі түсе бермейтін көлеңкелі тұста отыр еді. Мынау жағдайды көріп, ол құстай ұшып осында жетті. Ажарды көтеріп алып, көлік артына отырғызып, өзі жүргізушінің орнына отырып алды. Ол осылай ажардың алдында бар кінәсін жуғысы келді. Жарақат алған сәбидің алдында бар кінәні өз мойнына алды. Ажарды абақтыдан арашалап алды. Ең бастысы бүлдіршін аман. Ем-домы біраз уақытпен көп қаражат қажет етеді. Ол жағы шешіле жатар. Сонда да заң алдында жауап беруі тиіс көлік иесі. Мені кешір, ажар, сенің қадіріңді білмедім. Мені кешір. Енді ең болмағанда осылай сенің алдыңда өз күнәмді жууға мүмкіндік бер. Сен үшін 10 жыл абақтыға қамалсам да өкінбеймін. Мені кешір деп сыбырлайсаң қайталаған Сәрсенге ажар не айтарын білмеді.
Баланы сен қаққан жоқсың. Неге мен үшін өміріңді абақтыда өткізуің керек? Керегі жоқ. Мен өз кінәмді мойындаймын деп жылаған Ажарды Сәрсен еш сөйлетпеді. Енді менің сенен басқа ешкімім жоқ. Әкемнің фирмасын жауып тындым. Қарызға белшеден батып, анамның да үйін сатқыздым. Анам күйікке шыдай алмай, әкемнің ізінен кетті. Мен қазір үйсіз күйсіз жүрген, өмірден күдерін үзген біреумін. Мені кешіріңдерші. Ең болмағанда әке шешем үшін сен маған мүмкіндік бер. Бұл өмірде мен ешқашан ешкімге жақсылық жасамаппын. Ең болмағанда осылай күнәмді өтеуге маған мүмкіндік бер. Осыдан кейін өліп кетсем де арманым жоқ. О дүниеде алдымнан шығар әке шешеме басымды көтеріп барайын ең болмағанда деген Сәрсен абыржыған келіншекті айтқанына көндірді. Ол осылай Ажардың орнына біраз жылды арқалап абақтыға жабылды. Перзентхананың бір бөлмесінде бірге жатқан Ажар есімді келіншек басынан өткен жағдайларын айтқанда таң қалмасқа шара қалмады. Еріксіз қолыма қалам алып едім. Ол өзі үшін түрмеге жабылған Сәрсенді күтеді. Жиі барып екеуі кездесіп тұрады. Мерзімі бітіп түрмеден шыққан соң олар қайтадан үйленеді. Бұл күнде екеуінің 3 перзенті бар. Ажар 4-ші перзентін босанып жатыр екен. Әке шешеден жалғызбын. Балаларымның көп болғанын қалаймын. 4 ұл, 4 қыз туып бересің дейді Сәрсен. Әлі бұл перзентханаға 4 рет келетін шығармын деп күлімсіреді. Ажар күлген кезде жүзінен шуақ шашып, одан сайын ажарланып кетеді екен. Құрметті тыңдарман, бірер күнде кезекті жаңа әңгіме басталады. Каналға тіркеліп лайк басып қолдап отырыңыздар.